Сәлем достар, бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Мен жаңадан выживание ашайын деп жатырмын. Мирный қоямыз и кеттік. Бізде қазір алмаз көп табылуы мүмкін шахтада. Бұл 1.21 версиясы, сондықтан шахталары үлкен болуы мүмкін. Сондықтан сіздерге осын тартып келесі видеомда осыны тартып үйретемін. Сондықтан мен видеоларымды көріп отырыңыздар. Соңына дейін. Және лайк басып қойыңыздар. Біз аяқтан шықтық орманнан. И біз ағаш сындырып бастаймыз. Міне. Наште деген бамбуктар өсіп кетті дәу-дәу болып. Бір ағаш екен бұл жерде. Өкінішке орай палка тауып алдық. И наште үлкен ағаштар сындырайық. Сосын бұл жерде жаңадан заттар қосылған. Моптар сол. Бұл жерде айтып кетейін, ана моптар шықпайды бұл нерде. Мен жәнде мирныйға қойдым ғой, сондықтан бұнда моптар шықпайды, скелет дегендей. Енді біз 8 ағаш қазып алдық, и енді біз бұны дупқа айналдырамыз. Аламыз, намкін де аламыз. И сразу верстак жасаймыз, палка жасаймыз. Көп палка жасап аламыз, енді верстагымызды қойып, топор мен кирка жасап алайық. И біз ағаштар сындырамыз дағы. Өткен бізде шахтада ағаш көп қажет болады. Бірақ отқа жаққан кезде угольмен жағамыз. Өткен уголь тез жанады. Сосын көп нен кетірмейді. Ал ағаш болса бір істеген не кетіреді. Сондықтан пайдалы уголь. Наште бір шахта тауып алдық. Осы жерге қазір кірейін деп тұрық. Наштен тастар жинап алайын. Сөйтіп біз аяқтан железа... Осы жақта емес екен ғой, сөйтсем. Мен сөйлеп атсам. Кеттік оның аяқтарды көрейік. Аралаймыз. Ертең бүгін алмаз табуымыз мүмкін, или екінші бөлімі. Біз бұнда драконды өлтіреміз. Драконды өлтіргенше бұл мерді жаппаймыз біз. Өткені мен шын айтайын, бір рет болсын выживанияда драконмен шайқас көрмегем. Тек қана творческіде шайқас көргем. Енді біз тағы да ағаш жинап болдық. И енді біз шахта іздейік. Наште бұл жерде әшейін бір қазып қойған ба сондай. Кеттік біз наште жүрейік. Асынып кеттік. Аяқта жәлдегідей ағаштар көп екен. И мына жақта бізде тауық жүр. Оның баласы. Ағаштар да бар кен. Оның аяқта түсіп кеткенсің. Су бар кен астында. Онда жақсы. Мен қақтап іздесем болады шахтыны. Кетті айнайға бара берек. Көлдің жағасымен. Аяқта ағаштар бар кен.
Сондай. Сосын бізде мынандай шөп шыққан. Бұл түнде андай осы жарықтары төбеге шығады да, сөйтіп аппақ болып тұрады. Сосын мынау бұл да шыққан. Бұны алсаңдар, бұны нашке қайттан бит қойға болады. Көп етіп қойға болады. Біз кеттік шақтыға. Біз шақты таппай атырмыз. Аяқта болдық. Әлде орман ішін аралаймыз ба? Аралай қояқ, әйтпесе жай шығып қаламыз. Қаяқты іздесе екен. Нақ көрейікші. Жүгірейік тез-ақ. Әлі асына қарай қаза береміз ба? Асына қарай қаза берсен үлкен жер шығады да, соған түскенсің ғой. Міне. Мен негізінде Майнкрафтта жүгіріп келе жатамын да түсіп кете берем. Сөйтіп мен өліп қаламын. Мен сіздерге бір чек көрсетейін. Настройкаға кіресіздер да. Мына жаққа келесіздер да. Осы жерде сосын мынандай ауыстыруға болады мынандай. Мысалға мен қазір мынаны үстіп тұр да, былай да қоюға болады, былай да қоюға болады. Мен өзімнің күнде тұра берсін. Қазір жәліндегін тағы да чит көрсетіп жөрейін. Сіздер ол үшін творческий қолдар жүресіздер, бірақ қайттан выживание қалдырасыздар да. Сохранить инвентарға қоясыздар да, бірақ та ең соңына келесіздер да, бит оқисыздар. Сохранять инвентар деген басасыздар да, и сөйтіп қайттан мынаны выживанияға қоясыздар да, ойнай бересіздер. Ал біз қойдық. Енді бізде өлген кезде ана заттарымыз өзіміздің инвентарымызда тұратын болады. Сол өлген жерімізде қапқамайды да сонда. Қайға ортысақ болады, кеп таппай атырмын. Жоқ, ана іште бір шахта тұр, қараңдар. Ана іште су бар ма енді? Су жоқ қояқ. Жан жақтарда көл жоқ па екен? Жоқ, сияқты кеттік. Маған секірейік. Оппа! Ой. Қапым кетіп қалды, қайттан толуы мүмкін. Толып жатыр. Кеттігеніміз железо іздейміз. Маяқтарды көреміз. Қазір біз маяққа кіруіміз мүмкін. Бұл шақты болса десе. Маяққа бақылап қоямыз да. Маяқты болып кетті. Емін маяққа да бару керек екен. Осы жерді көрген сияқтымын ғой жаңағындай. Железоны біреу тұр екен. Неден дегенше қайдан? Угілді алайық. Ең аяқта тағы угілді. Біз қазір ана ең жерім жаққа түскенде ояқтан угіл жоқ қой, сондықтан наштен алып алайық бірінші. Мен негізінде тез видео саламда, бірақ күтсеңіздер. Мен осы арнам ашылғанына бір күн өтті. Сондықтан мені қолдаңыздар. Мен сіздерге күніге видео шығаруға тырысамын. Ал сіздер мені қолдай беріңіздер. Біз жеткілікті алған сияқтымыз, мына екеуін де ала салайық. Бұның аржағына железо болса тіпті жақсы болады.
Sen болмай қалды екен. Кет мына жақтарды көрейік. Ана жақта да уголь бар екен. Оған қарамай мына жақта көрейік бірінші. Факел жасап ала салайын. Палка жасаймыз. И кіреміз да. Неғып жасалмайды. Енді уголь бар емес па? Газ көрейін. Мен түсінбейтім что-то. Қалай ол жасалмай тұр менде? Уголь алдым. Әлі верстак қойып жасаймын. Білмеймін, және жасалмай атқан. Жасалынатын еттен негізінде. Бұлай қояйық. Сонда да жоқ. Кеттік онда. Біз оны крафтын жасап көрейікші. Бәсе не енін шығып жатыр? Түсінбедім. Жарайды. Бастысы факеліміз бар. И кеттік мына жаққа. Көрейік. Неге железо кездеспей жатыр? Бұл жерде. Мына жатыр екен. Бұл жол алайық. Әйтпесе болмай кетті. Ол мына. Ең маған верстак керек қой. Не істеймін, қайтадан түсетін болмай. Верстактан енді бізге ана каменный кирка жасап аламыз. Менде бүкіл ана құрт жүртмін ғой. Үшеу ала салайын. Алдым. И аяқ қоямыз да. Мен аяқ қойайын. Тағы да біреу керек па? Атшы мен үшеу ағынан ана алмаппын ғой. Газ аламда. Келесі бөлімде біз алмас табатын сияқтымыз. Өйткені бұл бөлімде ана железалар көп кездеспей жатыр. Сондықтан біз келер жолы табатын сияқтымыз. Кеттік мына железаны алайық. Біреу уақыт тұрады екен. Мақұл кеттік. Мына жаққа барайық. Верстагымызды сындырып, и және қараңғы жерге түсейік. Факел қоя салайық бір жерге. Кеттік мынау ма? Кеттік. Мына жақта енді кездесетін шығар железалар. Көреміз. Көрейік, жоқ екен. Жүре берейік. Тауып жүр. Неге біреуден тұрып түсінбедім? Әдетте басқа карта ашқан кезде көп тұратын еді да железо. Бұл жолы аз кездесіп жатыр. Шығып жатыр. Қазір біз астына түскен соң көп железо кездесетін сияқты. Тым болмаса бір алмас тапқанда күшті болатын еді. Бізге ботинка демекші. Ана жақта железо ма десем. Түсейік енді. Оппа. Бітқапты мене факел. Алайын. 4, 8, 12 кеттік. Алып алдық. И енді түсейік.
нормально. Ар жағына дейін түсу керек екен. Осымен видеоны аяқтап, келесі бөлімде осы жерге түсетін боламыз. Не деген қараңғы. Сонымен қош сау болыңыздар.